Сәлем баршаңызға достар. Бүгін үй жағдайында ассорти компотын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Ал ендеше бізге қажет болады. Мұнда жарты килограмм шабдалымыз және де қара өрігіміз қажет болады. Мұнда 5-6 алма, 2 мандарин және де 1 лимон қолдандым. Және де қантымызды әрқайсысын өз өлшеміне қарай қосасыздар, және де жалбыз миятамызды қосатын боламыз. Ең алдымен достар, мандаринімізді, барлық жемістерімізді дәл видеодағыдай турап дайындап алыңыздар. Ендігі кезекте лимонымызды да дәл солай видеодағыдай турап дайындап алыңыздар. Қажет емес жерлерінің барлығын алып тастайсыздар. Алмаларымызды да ортасынан тазартып алып, сүйегінен дәл осылай турап аласыздар. Және де ендігі кезекте таза стерилденген банкімізге шабдалымызды, сүйегінен ажыратылған сливаларымызды салып шығамыз, қара өріктерімізді. Мен 3 банкаға салатын болғандықтан 3 банкаға бөліп алдым. Алмаларымызды салып үстінен 2 лимон тілімін және де 2 мандарин тілімінен салып шығатын боламыз. Және де үстінен жалбызымыздың бір 5-6 дана жапырағын салып жіберіңіздер. Оның үстінен қайнап тұрған суыңызды құятын боламыз. Достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама да тіркеле кетіңіздер. Ол жақта да түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, қапағын жауып, мінекей барлық банкаларыма орналастырып шықтым. Жемістерімді дәл алдыңғы банкадағыдай салып шықтым. Барлығының үстіне қайнаған суымызды құйып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін қыздар суын төгіп, ыдысымызға құйып аламыз. Дәл осы құйып алған суымызды бір қайнатып, қатты қайнатып, үстіне қайтадан қантымызды салып құйып шығатын боламыз. 3 литрлік банкаларымызға 300 грамм қанттан, 2 литрлік банкамызға 200 грамм қанттан салып шықтым. Мінекей, қанттарымызды салып аламыз да, үстінен жаңағы қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұл жер жаңағы банк қазанымызға құйып алған суымыздың себеті де өзгерген. Басқаша түсте дәл осы суды құйып аласыздар қайтадан. Достар, крышкамды қайтадан бір қайнатып алдым. Мінекей, барлығының суын құйып шығамыз. Дәмі ерекше болып шығады, қыздар. Дәл осылай жасап, қысқа сақтап, қыстың күні балаларыңызға берсеңіз, рахаттанып отырып ішетін болады. Дәмі тіпті ерекше. Достар, мен YouTube каналымда банканың түрі, аджиганың түрлері және ситсебелидің түрлері, тәттілердің, дәмділердің рецепттері бар. Қарап шықсаңыздар болады. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мінекей, дәл осылай барлығын бетінен қылып толтырып, крышкаларымызды жауып, аузын жақсылап бекітетін боламыз. Тексеріп алыңыздар жақсылап. Егерде суларыңыз ақпай тұрған болса, демек крышкаларыңыз жақсы жабылған деген сөз. Бұрағыштың көмегімен жауып аласыздар. Мінекей, тексеріп алыңыздар. Менікінен ешқайсынан ағып тұрған жоқ, демек жақсы жабылды. Түсі де ерекше, дәмі де ерекше болып шықты. Сіздерде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Достар, менің компоттарым дайын, дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздерде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар рахмет. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ас болсын, сау болыңыздар.